Ал міне біз терезесінің айналасын қойды бастадық. Астын қойып қойдым. Үстін кесіп. Негізі бұның шеті мынандай болып келеді. Осындай терезенің айналасына. Соның шетін енді біз мынандай қылып кесіп, бұрып, пеноглий жағып, осылай сыммен қыстырып қойдық. Шама кепкеннен кейін мына терезенің төбесіне жапсыратын боламыз. Пока уақытша астынан шуруптармен ұстатып қойдық. Бұрышын уылын қойып қойдық. Термопанель. Үйдің сыртын қаптау жұмыстары жүріп жатыр. Мына жақта замазкасы жағылып жатыр шобына. Ана бұрышты әлі қойған жоқпыз. Ана бұрышын қойып қойдық. Мына заттар. Арғы бет жағында қойып қойғанбыз. Астың жана замас жағылып баратыр, қазір айналдыра. Осы жамасын жағып, терезесін айналасын қойып біткеннен кейін краска жұмыстарын бастаймыз. Қалай екен? Қалай шығып жатыр екен комментарийға жазып жіберіңіздер.